Армысыздар, құрметті көрермендер. Мұражайлы подкаст байланыста. Мен есім Қайыржан, және бүгінгі подкастымыздың тақырыбы ерекше және қызықты. Ол ежелгі дәстүрлі мен мәдениеттің бір бөлігі, әлемге әйгілі суық қару-жарақтың бірі джамбия туралы болады. Бұл пышақтың тарихы терең. Ол көптеген ғасырлар бойы араб әлемінде маңызды рөл атқарған. Сонымен қатар, біз джамбияны тек қару ғана емес, сонымен бірге мәдениет пен салт дәстүрдің символ екенін де қарастырамыз. Йемен мемлекеті араб түбегінде орналасқан көп ғасырлық тарихы бар ел. Мұндай жерде жүздеген жылдар бойы сақталып келе жатқан өзіне тән дәстүрлер табиғи құбылыс. Сол дәстүрлердің бірі ер адамдардың ұлттық пышағының немесе қанжарының джамбия деп аталатын қаруын тағып жүруі. Бұл қару тек қана ерлік пен күштің белгісі ғана емес, сонымен қатар әрбір иесінің қоғамдағы орнын, мәдениеті мен тарихында көрсетеді. Джамбия жоғары қарай иілінген, екі жүзді әрі кең жүзді пышақ. Ол қынапты сақталып, белге немесе алдыңғы жағына қыстырылып тағылады. Араб тіліндегі джамп сөзі жақ деген мағынаны білдіреді. Бұл пышақ әртүрлі өлшемде болуы мүмкін, бірақ ешқашан тым үлкен болмаған. Жүзі 7-10 сантиметрден 30-35 сантиметрге дейін. Әдетте джамбия жүзінің екі жағынан да қабырғалары болады. Сондықтан бұл пышақ көбінесе қанжар деп атайды. Бұл қабырғалар саптан ұшына дейін өтеді. Бұл жүзге беріктік береді. Бірнеше қабырғасы бар нұсқалар да кездеседі. Джамбияның сабы әдетте түзу, қырсыз, сыртқы түрі кавказдық кама қанжарының сабына ұқсас. Алдыңғы бөлігінде кеңейіп, орта тұсында жіңішкеріп, салмақты басымен аяқталады. Пышақтың құрастырылуы кіріктіру әдісімен, сабы арнайы шайырмен бекітіледі. Бұдан басқа алдыңғы және артқы бөлігінде кеңейген жерлерінде үлкен дискілерде жез, мыс, күміс орнатылған екі бекіту шегесі бар. Кейбір жағдайларда бұл шегелер тек сәндік элемент ретінде қолданылады, ал дискілер шын мәнінде дәстүрлі безендіру ретінде ою-өрнекпен толықтырылады. Мысалы, Йеменде джамбияны көптеген ер адамдар тағады. Артық сөздер керек емес, бұл пышақ осы араб еліндегі ең танымал әрі кең тараған қару. Джамбияның тарихы 1000 жылдан асады, ал кейбір тарихшылардың пікірінше йемендік дәстүрлі пышақ одан да көне. Ол Иса пайғамбар дүниеге келмес бұрын пайда болған. Бір нұсқа бойынша джамбия аты аңызға айналған араб қылышының прототипі. Қалай болғанда да ежелгі жазбалары джамбияны көпшіліктің жауынгерлерден бастап саудагерлер мен қарапайым қала тұрғындары дейін тағып жүргені туралы көп деректері бар. Тіпті кейбір ежелгі араб ақындарының өлеңдерінде джамбия мадақталған. 20 ғасырдың 90 жылдары археологтар ежелгі Химьер патшалығының патшасы Мади Карбаның мүсінін тапты. Ғалымдардың пайымдауынша, бұл мүсін біздің дәуірімізге дейін жасалған. Патшаның жанында қысқа иілген қанжар бар. Тарихшылардың пікірінше, бұл алғашқы, яғни тарихи тұрғыдан алғанда джамбия пышағы. Дәстүрге сай, джамбия ер балаларға сүндетке отырғызу рәсімінен кейін беріледі. Әсіресе солтүстік Йеменде джамбияны барлық жерде, тіпті жасөспірімдер де тағып жүреді. Шынайы, тарихи джамбия пышағы өте қымбат әрі жоғары бағаланады. Әсіресе егер оны танымал шебердің қолынан шығып, ұзақ уақыт бұрын жасалған болса. Мұндай пышақтар әулеттің қазынасы болып есептеледі, және әулет басшылар оларды тек мерекелік немесе қасиетті күндері ғана тағады. Ал күнделікті киіп жүруге қарапайым нұсқаларды қолданады. Ежелгі жәдігерлер әулет басшыларына үлкен мұрагерге беріледі. Бұл көбінесе әулетте немесе руда билікті тапсыру рәсімімен қатар жүреді. Бүгінде джамбия Йемен мәдениетінің бір бөлігі болып табылады. Ұлттық киімнің құрамдас бөлігіне айналған және белгі тағылып қана қоймай, ер азаматтың белгісі ретінде түрлі рәсімдер мен салт жораларда қолданылады. Мысалы, ол дәстүрлі йемендік бара биінде қолданылады. Джамбия пышағының бірнеше түрі бар, бірақ ең кең таралған гузби деп аталатын түрі. Ол Йеменнің жағалау аймақтарында өте танымал. Шығыс пышақтарының мамандарының пікірінше, джамбия жасауда ең үздік шеберлер еврейлер болған. Және бай арабтар мұндай пышақтар үшін өте үлкен сомалар төленген. 1949 жылы йемендік еврейлер Израильге жаппай қоныс аударған кезде джамбияны жасау дәстүрі Йеменде үзіліп қалған деп есептеледі. Бүгінгі таңда джамбия Йеменде барлық жерде қолмен жасалады және айтылғандай ерекше күш-жігерсіз немесе асығыс түрде минималды құралдармен жүзеге асырылды. Йеменде көбінесе бір адамнан тұратын шағын шеберханалар көп кездеседі. Шебер ол сонымен қатар сатушы. Джамбия сатып алушының көз алдында жасалады. Бұл пышақ соғылған жүзімен бай безендірілген, толыққанды функционалды әрі өткір құрал болуы мүмкін. Немесе тек интерьерді безендіруге жарамды жұқа қаңылтырдан жасалған арзан сувенирлік нұсқа болуы мүмкін. Оның бәрі тапсырыс берушінің қалауына және қалтасының қалыңдығына байланысты.
Әрине, Джамбия пышағы өзінің үлкен танымдылығымен тек араб түбегінің оңтүстігінде ғана шектеліп қалуы мүмкін емес. Түрлі тарихи деректерге сүйенсек, Джамбия пышағы Мароккодан Қытайға дейін, сондай-ақ Балқан түбегінде кездеседі. Әрине, жергілікті шеберлер араб қару жасаушыларының тәжірибесіне меңгеріп, өз қолөнеріне тән ерекшеліктерді енгізбей қоймайды. Осылайша, Джамбияға ұқсас пышақтар мен қанжарлардың бірнеше түрі пайда болды. Оларды біз Джамбияның туыстары деп атай аламыз. Дегенмен, бұл пікір дұрыс болмауы мүмкін. Және ұқсас пышақтардың шығу тегі Джамбиямен ешқандай байланыс жоқ, өзіндік жеке тарихы болуы ықтимал. Бірақ олардың әрқайсысына көз жүгіртіп, өз пікіріңізді қалыптастырудың артықшылығы жоқ. Міне солардың ішіндегі ең қызықтылары Кавказ қанжары бейбут. Бейбуттың қисаюы Джамбияға қарағанда аз, жүзі жіңішкелеу және көлемі үлкендеу. Кумия берберлердің пышағы, дәстүрлі марокколық қанжар, Джамбияға қарағанда нәзік әрі талғампаз. Бұл пышақ иыққа асатын белдік арқылы тағылады. Шабрия бедуиндердің қанжары. Шабрия немесе шибрия, шабария, кангар Иорданиядан шыққан қанжар. Бұл бедуиндердің дәстүрлі қаруы болып саналады. Қанжар араб түбегінде, Сирия, Ливанда, Израиль кеңінен қолданылған. Қанжардың сыртқы келбеті Джамбияға өте ұқсас. Бұл екі пышақтың айырмашылықтары жайында көптеген беделді мамандар пікірталас жүргізеді. Бірақ бірнеше айқын айырмашылықтары атап өтейік. Қанжар белде емес, белдікте арнайы баулар мен сақиналар жүйесі арқылы ілініп тағылады. Бұл пышақтың көлемі Джамбиядан кішілеу. Сонымен қатар, артқы жағында кішкентай пышаққа арналған арнайы ұя бар. Ол қанжардың стиліне сәйкес жасалады. Джамбия өте қызықты, әсерлі, сөзсіз, тиімді пышақ екенін атап өткен жөн. Бұл қару бүгінгі күнде де өзінің құндылығын сақтап қалуда және де салтанатты, мерекелік зат немесе дәстүрлі киімнің бөлігі, не болмаса сувенир ретінде ғана емес, шынайы өмірде де қолданылады. Джамбияға ұқсас үлгілер Иордания, Йемен және Бруней арнайы жасақтарының қару-жарақ арсеналында кездеседі. Қорытындылай келе, басқа халықтардың мәдениетін зерттеп, оның тереңіне бойлау адамның рухани және зияткерлік байлығын арттырудың маңызды жолдарының бірі. Әр халықтың дәстүрлері, тарих мен өнері бұл бүкіл әлемдік мәдени мұраның бір бөлігі. Джамбия сияқты бірегей заттар арқылы біз тек қару жасауды шеберлігін ғана емес, сондай-ақ халықтың дүниетанымымен, құндылықтарымен және өмір салтымен де танысамыз. Мәдениеттермен алмасу біздің толерантты, ашық және рухани бай етеді. Ал басқа халықтардың мәдениетін құрметтеу бейбітшілік пен ынтымақтастықтың негізі. Келесі кездескенше.